Сәлем достар, бүгін менің тісім қатты ауырды. Соған біз тіс клиникасына бардық. Үйіміздің жанында тіс клиникасы бар. Соған біз бардық. Біз ішке кірсек, ешқандай кезек жоқ екен. Біз дәрігердің келуін күтіп отырдық. Дәрігер бізді шақырып, менің тістерімді қарап шықты. Мен қатты қобалжыдым және қорықтым. Менің анашым айтты, менің тісім ауырмайды десең, тісің ауырмайды деді. Сөйтіп, дәрігер менің тісімді емдеуді бастады. Бұл жерде маған тіс дәрігері тісіме укол салып жатыр. Тісімді ғыжылдатып тазалай бастады. Маған дәрігер айтты, 2 сағат ештеңені жеме деп айтты. Достар, тістеріңізге абай болыңыздар.